Қалайсың ба, қалай? Мал Жақсы, шүкір. Ауыл аймақ ботада. Айта бер. Шүкір. Құдай жоқ депсің, жайша ма? Жайша? Иә, әрине, жайша. Сенбейсің ба Құдайға? Сенбейміз деді. Не себептен? Сенетін себебі жоқ болған соң сенбейсің де? Сенетін себебі өте көп болсаң, былай дінге қызығушылығың бар қарасаң. Біреуін айтшы, өте көптің біреуін айтшы. Сен осы туылмай жатып кім едің бая бұрында? Айтшы. Жоқ болатынсың ғой? Жоқ, сен туылмай кім едің? Әкеңнің беліндегі бір тамшы едің ғой, сен әшін білесің ба? Жоқ, олай деп айта алмайсың. Олай деп айта аламын, сен туылмай... Сонда сен не, әкең өзінен өзі белінде бала жасайтын завод жасап алып па не, анаңның ұрық жасушасынсыз, араның жұмыртқасынсыз, сен ешкім емессің ғой, не қуып отырсың? Мен сен осы кім едің деймін да бұрында? Әкеңнің беліндегі бір тамшы су едің, ананың... Әкеңнің белі 50%, сен әкеңнің белі 50%, әкеңнің белі 100 жерден бірдеңе болса да бала жасап шығарамайды ол жалғыз өзі. Сен сен ананың жатыры арқылы шыққан жоқсың ба? Ананың жатыры арқылы ғана емес, сен анаңның жатырында жұмыртқа жасушасы керек, ол жерде ұрықтану процесі жүріп, жаңағыдай бала эмбрион пайда болу үшін. Иә, енді сен аспаннан салдырып түстің ба? Құдайға сен... Имамнан басқа, айналайындар, имамдардан басқа да бір адамдарды тыңдасаңдаршы, мектепте мұғалімдер бар, биология деген пән бар, сабақ бар, кішкене сабақ оқысаңдаршы, уағыз тыңдай бер. Миларың су болып кеткен ба? Сенбейсің ғой? Не нәрсеге сену керек? Бол, сенбесін сенбей қой, саған ешкім мұқтаж емес қой, саған Құдай мұқтаж емес қой, сен... Сенің құдайың именно, сенің құдайың сенің сенуіңе мұқтаж. Сен үшін олар. Мұқтаж болмаса Олжас сені қорқытып, үркітіп, артыңнан қалмай қояды деп ойлайсың ба? Кім қорқытып үркітіп жатыр мен? Құдай, сенің сенетін құдайың сенің артыңнан қалмайды. Саған 120 мың адам жіберіп, ескерткенге 120 мыңмен қосып артынан кітаптар жаудырып, сосын жаңағы тозақпен қорқытып, сені қабір азабымен ертең анау ақиретте тұрғызып қоям сендерді тыржалаңаш, көпірден құлатам, тозаққа күйдірем, в общем, сондай дүниемен сені қорқытып ұстап отыр да, әйтпесе. Ол егер мұқтаж болмаса, өйтіп заморачивать етпейтін еді ғой. Саған бәрін дайындап қойған. Иығыңа екі періште, сосын жаныңды алатын бір періште, сұрақ қоятын екі періште, саған мұқтаж емес болса, сонша нені жұмысшыны жалдамайтын еді ғой. Қандай жұмысшын жалдады? Жұмысшын жалдаған жоқ, әркім өз еркімен істеп отыр. Ол жақта түркі біз қорқытамыз, жәннатқа да барасың деген. Жақсылыққа жататын ба? Мысалы, қара, мен қорқытып отыр дейсің. Бізді қорқытып отыр дейсің. Мысалы, мына жақта мұсылмандар үйі жоқ адамдарға үй әперіп жатыр, кез келген жерде көмектесіп жатыр, жолға қалдырып жатқан жоқ. Сонда не ол бізді қорқытып үркітуге жата ма? Бізге екі жол береді. Жаман істесең де ұзаққа кетесің. Құдай сендерді қорқытып, үркітіп, тозақпен, қабірдің азабымен қорқытпаса, сен бірдеңе істеуші ме едің өзің? Істеуші едім. Өйткені бұл жақта тек қорқыту емес, жақсы жаққа да тартатын сөздер насихат етілген. Ол нәрсені былай дейді Олжас. Оны кнут и пряник деп айтады. Яғни қамшы, сосын пішнәй. Саған либо печенье беріп алдайды сені, либо қамшымен қорқытады. Бұл кәдімгі кішкентай баланың жасайтын манипуляция ғой.